أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Көпшілігіміз намаз оқимын, тахажжуд оқимын, дұға жасаймын, бірақ Аллах менің дұғаларыма жауап бермейді деп шағымданып жатамыз. Бүгін біз Аллах Тағалаға қалай дұрыс дұға жасауды, қалай сұрау керектігін талдап көреміз. Ол үшін не істеу керек? Аллах бізге жауап беру үшін біз дұғаны қалай дұрыс жасауымыз керек? Аллах бізге міндетті түрде жауап беру үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі бізге үйреткен, бұйырған нәрселерін және өзі жасаған дұғаларынан мысалдар келтірейік. Құрандағы көптеген дәлелдердің бірі келтірейік. Аллах Тағала Бақара сүресінің 186 аятында пайғамбарымызға: егер құлдарым мен туралы сенен сұраса, өте жақынмын, қашан менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін, ендеше олар да әмірімді қабыл етсін және маған сенсін, әрине тура жол тапқан болар еді деген. Құрандағы көптеген дәлелдерді тағы да келтіретін болсақ, Аллах Тағаланың қасиетті Құранында өзі былай айтқан: Ғафур сүресінің 60 аятында: Раббыларың маған жалбарыныңдар, тілектеріңді қабылдаймын, расында маған құлшылық қылудан қаңсынғандар олар қор болып тозаққа кіреді деді. Аллах бір нәрсені уәде еткен болса, ол міндетті түрде орындалады. Осы сөздерді есіңе ал: мені шақыр, мен саған жауап беремін. Мені шақыр, мен саған жауап беремін. Мені шақыр, мен саған жауап беремін. Және Алланың саған жауап беретініне сенімді бол. Бұл аятта сахабалар, оған Алланың разы болсын, Аллахтың елшісіне Аллахтан жақын болса сабырлы, алыс болса дауыстап сұраймыз ба дегенде, Аллах Тағала оның жақын екенін және жасырын барлық нәрсені білуші екенін айтып, осы аятты түсіндірді. Анастың радиаллаху анху сөзінен риуаят етіледі: бірде мен мешітте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасында отырғанымда бір кісі намаз оқып тұрып: Аллахумма инни ас'алука, уа Раббым, өзіңе лайық мақтаулар, сенен басқа тәңір жоқ, мейірімді, жомарт, көктер мен жердің алғашқы жаратушысы болғандықтан сұраймын. Уа ұлылық пен ұлылық иесі, о тірі, уа Аллах Тағала, мен саған жалынамын. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: ол Аллах өзінің ұлы, тәңір жоқ, мейірімді, жомарт, көктер мен жердің алғашқы жаратушысы болғандықтан сұраймын. Уа ұлылық пен ұлылық иесі, о тірі, уа Аллах Тағала, мен саған жалынамын деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол Аллаға өзінің ұлы есімімен жүгінді. Осы есім арқылы шақырылса жауап береді, ал сұралса береді деп айтқан екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірінде де көптеген мысалдар айтылған. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең маңызды дұға жайында айтпақ болды. Сол сәтте бір бәдәуи келе қалды да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соның шаруасымен сөйлесіп кетті. Содан соң Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам орнынан тұрып үйіне қарай бет алды. Мен де артынан ілесіп бардым. Үйіне жақын қалғанда кіре кете ме деп аяғымды дауыс шығара баса түстім. Мұны естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кері бұрылып: кімсің? Сенбісің әу ысқақ деді. Иә, менмін, о Алланың елшісі. Аманшылық па, не боп қалды? Аманшылық, тек бағана бізге маңызды бір дұға жайында айтпақ болған едіңіз. Алайда әлгі бәдәуи келіп сіздің сөзіңізді бөліп кетті ме, сөзіңізді бітіре алмадыңыз деді. Айтпақ болғаным Юнус пайғамбардың алейхиссалам балықтың қарнында болған кезінде айтқан дұғасы еді. Ол: уа Аллах, сенен өзге ешбір құдай жоқ, өзің барлық кемшілік атаулыдан пәксің, шынында мен өзіме зұлымдық еткендерден болдым деп дұға еткен. Әнбия сүресінің 87 аятында. Бір мұсылман дұғасы осы сөзден бастайтын болса, Аллах Тағала оның дұғасын міндетті түрде қабыл етеді деген екен Тирмизиде. Дұғаның қабыл болу үшін мына дүниенің өзіндік заңдары мен себептері ешбір ақаусыз атқаруымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тек қана дұға етіп қана отырмай, ол үшін қажетті шарттардың бәрін орындаған. Мәселен, Бәдір шайқасында Аллахтың елшісі бүкіл дайындықтарын жасағаннан кейін
қол жайып жаратқаннан медет тілеген болатын. Сондықтан ғалымдарымыз дұғаны екіге бөліп қарастырған. Біріншісі фи'ли дуа, екіншісі қаули дуа. Фи'ли дуа, яғни ісіміз арқылы ұлы жаратушыдан тілеу, мысалы жер жыртып, дән сеуіп, оны жаз бойы суарып, өсіп жетілу үшін керекті барлық іс-шараларды атқару. Мұндай дуа Аллах Тағаланың орнатқан заңдары мен себептерін орындау арқылы жүзеге асатындықтан көбіне қабыл болады. Ал екінші дуа қаули дуа, яғни сөзбен не жүрекпен тіленетін дуа. Қаули дуадан бұрын фи'ли дуа жасалу керек. Іс істемей жатып жасаған барлық дұғаларды Аллах Тағала қабыл ала беретін болса, елдің бәрі жатып ішеп жалқауға айналар еді. Ал Аллах Тағала құлдарының жалқау болуы әлбетте қаламайды. Әр сұрағанымызды Аллах Тағалаға сол мезет бере берсе, дүниедегі тепе-теңдік бұзылар еді. Аллах Тағаланың көркем есімдерімен дұға тілеу, Раззақ есімі арқылы ризықтың сұралуы, Рахим есімі арқылы мейірімділіктің қалануы, Шафи есімі арқылы неше түрлі ауруларға шифа тіленуі дұғаның бір хикметіне жатады. Сол секілді Алланың басқа да есімдері арқылы жәрдем сұрау жайлы Аллах Тағала былай дейді: Алла Тағаланың көркем есімдері бар, олармен дұға жасаңдар. Хазіретті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні Хазіретті Айша радиаллаху анха анамызға: Я Айша, Аллах Тағала маған қабыл болу тұрғысынан қай есімнен дұға жасаудың абзал екенін үйреткенін білетін бе едің деп сұрайды. Хазіретті Айша радиаллаху анха: Әке-шешем саған пида болсын, уа Аллахтың елшісі, соны маған үйреттіңізші деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: Я Айша, ол есім саған үйретілмеген дұрыс деп жауап береді. Бұдан кейін Хазіретті Айша радиаллаху анха анамыз ол жерден тұрып кетеді. Біраз уақыттан кейін қайтып келіп, Хазіретті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның басынан сүйіп: Я Расулаллах, өтінемін, маған сол дұғаны үйретіңізші дейді. Расулаллах тағы да: Я Айша, ол есімді саған үйрете алмаймын, өйткені сен ол есімнен дүниелік бір нәрсе сұрайтын болсаң, дұрыс болмайды деп жауап береді. Хазіретті Айша радиаллаху анха анамыз осы жауаптан кейін тұрып кетеді де дәрет алып 2 рәкат намаз оқиды. Артынан Аллах Тағалаға былай дұға етеді: Уа Раббым, мен сені Аллах деп шақырамын, дұға етемін. Ар-Рахман, Әл-Бар және Ар-Рахим деп шақырамын. Білетін, білмейтін бүкіл ең әдемі есімдеріңмен сені шақырамын. Мені кешіруің және маған мархамат етуің үшін саған дұға етіп жатырмын. Хазіретті Айша радиаллаху анха анамыздың осылай дұға еткенін естіген Расулаллах күлімсіреп былай дейді. Аллах саллаллаху алейхи уассалам күлімсіреп былай дейді: Шынында да әлгі есімдер сенің жасаған дұғаңның ішіндегі есімдер деп айтқан екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір кісінің Аллахумма инни ассалука, ол Аллаға өзінің ұлы есімімен жүгінді. Одан осы есім арқылы сұралса береді, ал ол арқылы шақырылса жауап береді. Уа Алла, расында мен сенен сұраймын, өйткені сен Аллахсың, сенен басқа тәңір жоқ, жалғыз өзің, тумаған да туылмаған да деп дұға жасаса қабыл болады деген екен. Дұғаны сәжде сұрауға бола ма? Сәжде, әсіресе намаздағы сәжде Аллаға ең жақын кез. Дегенмен Аллах дұғаларымызды қабыл ету үшін кейбір ережелерін сақтау керек. Аллах Тағаланың құлдарының Раббысына ең жақын екендігі сәжде күйінде деген хадистерге келетін болсақ, бұл хадистердегі мағына дұғалар тек намазбен ғана шектелмейді. Дұғаларды парыз намаздарында емес, қосымша нәпіл намаздарында оқыған жақсырақ. Ал сәждедегі дұғаны намаз кезінде емес, осы үшін кез келген басқа қолайлы уақытта оқыған абзал. Және кез келген тілде Аллах Тағала дұға жасағанда осы дүниелік өмірде де мәңгілік өмірге де жарылқау тілеуге болады. Және өзіңе, отбасыңа және барлық мүминдер үшін дұға жасау керек. Аллах дұға жасаудың бірінші ережесі көркем есімдермен болуы тиіс болса, екінші игілік
жақсылық жаса, харам нәрселерден сақтан. Расында Аллах жақсылық жасаушыларды жақсы көреді және ол тек жақсылықтан басқа ештеңені қабылдамайды. Ең жақсы істердің бірі адамдарды бақытты ету. Бауырларыңыз бен әпкелеріңіз және сіздің отбасыңыз күндіз түні жақсылық жасаңыздар, өйткені Аллах сіздердің істеріңізден хабардар. Аллах мұъминдер және елшілермен сөйлеседі. Ей елшілер, жақсы нәрселерден жеңдер және шын мәнінде ізгі іс істеңдер. Қасиетті Құранның Әл-Мұъминун сүресінің 51-ші аятында айтылған. Ей пайғамбарлар, таза нәрселерден жеңдер, игілік істеңдер, расында не істесеңдер де жақсы білемін деген. Үшінші ережесі, біз жоғарыда екеуін келтірген Алланың салихалы пайғамбарларынан сұрағандарыңды орындаңдар. Олардың ең жақсыларының бірі, ең бастысы сабыр ет. Солар үшін бәрін жасадым, жақсылық жасадым, Алладан көп сұрадым дейді. Бірақ Аллах маған жауап бермейді. Сабырлық танып, әдемі шыдамдылық көрсет. Мүмкін Алланың дайындағаны саған жақсырақ шығар. Алланың жәрдемі жақын. Сабырларға Алланың айтқанын тыңдап, ойланғандарға қуаныш сыйлаймын. Сабыр мен намаздан жәрдем тіле. Әл-Бақара 45-ші аят. Мұсылмандар, босамаңдар да қайғырмаңдар. Егер мұъмин болсаңдар, әлбетте үстем болсаңдар. Әл-Имран сүресі 139-ші аят.